Кыйырлы күн көрермендер, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы онлайн баспасөз маслихатын бастаймыз. Бүгін алаңымызда төтенше жағдай кезіндегі Рамазан айына қатысты мәселелер туралы сөз етілетін болады. Спикермен таныс болыңыздар. Атырау облысы Иманғали орталық мешітінің бас имамы Алтынбек Отысханұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Құрметті атыраулық ағайын, құрметті көрермендер, баршаларыңызды ең әуелі Иісі мұсылманның аңсап күтіп, қимай қоштасатын, айлардың сұлтаны, айлардың төресі болған, қасиетті Рамазан айының келе жатуымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын, құтты болсын. Төрт көзіміз аман есен Рамазан айына жеткізуді Алла Тағала нәсіп етсін. Бүгінгі қасиетті жұма да баршамызға мүбәрәк болсын. Елімізге Алла тыныштық берсін, береке, бірлік, ынтымағымызды арттыра берсін дегіміз келеді. Құрметті ағайын, бұл қасиетті Рамазан биылғы жылы басқа жылдармен салыстырмалы түрде қарағанда өзгеше өтейін деп отыр. Өкінішке орай, қазір еліміздегі және әлемде болып жатқан індетке байланысты төтенше жағдайлар жарияланғаны баршаңызға мәлім. Бүгінге дейін осы төтенше жағдайдың жариялануына байланысты мешіттеріміз жабылып, жұма намаздар жамағатпен оқылмай, және де жалпы 5 уақыт намазымызда оқылмай келе жатыр. Дәл сол секілді бұл қасиетті Рамазан айында да тарауық намаз қалай оқылады, және де бұл айдағы құлшылық ибадаттар қалай оқылады деген әркімнің көкейіндегі сұрақ бары сөзсіз. Және де биылғы Рамазан айы жалпы қашан басталады, қашан бітеді дегенде сұрақтар бар. Міне осыған қысқаша тоқталып өтетін болсақ, биылғы қасиетті Рамазан айы Алла қаласа 24 күні басталады, 30 күнге созылады. Яғни мамырдың 24 күні айт болады. Ал Рамазан айының алғашқы күні 23 сәуір кешкісін ниет етеміз, 24 күні таңертең аузымыз берік болады. Бұның барлығы шариғи үкімге сүйене отыра дініміздегі, және де астрономиялық есепке сүйене отыра осылай жүзеге асып отыр. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Рамазан айының 24-інде бастайтын қып халыққа жариялауының басты себептері де, яғни шариғатпен қоса халықаралық астрономиялық есептерге де сүйенді. Мәселен, Мысыр мемлекеті, Түркия мемлекеті, Ресей, мына көршілес жатқан Өзбекстан, Қырғызстанда 24 күні бастайтын болады. Барлығы да, яғни астрономиялық есепке сүйене отырып, осындай шешімге келіп отырғандығын жеткіземіз. Ал шариғи тұрғыдан алған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, оразаны айдың туғанына қарап бастап, айдың туғанына қарап аяқтаңдар деген. Сондықтан астрономиялық есеп бойынша айдың туы, яғни 23 түнге келіп отыр. Сондықтан 23 кешкісін ниет етіп, 24 күні бірінші оразамыз болады. Ал айт намазы, жаңа айтып өткеніміздей, мамырдың 24 күніне иншалла өтеді деп отырмыз. Мамырдың 23 күні соңғы Рамазан айының оразасы ұсталынады. Баршамыздың ниетімізді Алла қабыл етсін деген келеді. Алтынбек Отысханұлы, мәліметпен бөліскеніңізге рахмет. Келесі сұрақ-жауап бөліміне көшейік. Осы Рамазан айындағы бүтір садақа қалай болады? Жалпы Рамазан айы келген кезде әрбір иісі мұсылман баласының беретін садақалардың бірі де ол пітір садақасы. Яғни әрбір ақыл есі бар, бәлиғат жасқа толған біріншіден адамға ораза ұстау парыз. Және сол секілді белгілі бір шариғатта өлшеп берген мөлшерге сіздің мал мүлкіңіз, қаражатыңыз толған жағдайда пітір садақасын беруде
уәжіп болып саналады. Әрбір жан басына биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұнды, яғни есептеу арқылы шариғат бойынша 2 килограмм ұнның бағасымен 370 теңге қып шығарып отыр. Барлық республикадағы облыстарымыздан ұнның бағасы алынды. Оның барлығы жан-жақты қарала келе, ортақ бір осындай 370 теңге болатындығына көз жеткізгеннен кейін биыл сол 370 теңгеден әрбір жанға шаққан кезде пітір уәжіп болады деп шешті. Сондықтан биылғы біздің пітіріміз 370 теңге болады, Құдай қаласа. Жауабыңызға рахмет. Осы ретте тағы бір сауал келген екен. Осы пітір садақасын бұрын мешіттерге барып беретін едік. Қазіргі төтенше жағдай кезінде қалай беруге болады? Өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда өкінішке орай мешіттеріміз жабық. Мешітке келіп, бұрын пітір садақасын беріп, Құранын оқытқызып, қайтатын қазіргі таңда оның да жолдары қарастырылды. Мешіттердің біріншіден сыртында, яғни заборлардың сыртына арнайы жәшіктер қойылады. Сол жерге келіп салып кетуге болады. Және сонымен қатар қаламыздағы, аудан ауылдағы супермаркеттермен, яғни адамдар азық түлікке барады. Ол жерге кіруге мүмкіншілігі бар. Сол жерге арнайы жәшіктерімізді қоятын боламыз. Арнайы мешіттің жәшік екендігі көрініп тұрады. Және дұғасы, сонымен қатар қай мешіттен апарылып қойылғандығы барлығы көрсетіліп тұрады. Сондай бір супермаркеттерге барып, пітір садақаларыңызды жәшікке салу арқылы берулеріңізге болады. Және қазіргі заманның, яғни жан-жақты бізге берген мүмкіншілігінде пайдалана отырып, Каспий газетпен де келісіп отырмыз. Яғни Каспий банкімен келісіп, Каспий газет арқылы халықтың пітір садақасын өтеуге болатындығы жағында қазір сөйлестік. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы келісті. Ол шотты да арнайы халыққа жария етіп, әлеуметтік желілер арқылы тарататын боламыз. Сол арқылы да пітір садақаны беруге мүмкіншілік бар. Алайда әрине өкінішке орай бізде дәстүр бойынша әдетке айналып қалған нәрсенің бірі, пітір садақа бергеннен кейін Құран оқыса, дұға жасаса, бата берсе деген бір жақсы үрдісіміз бар. Өкінішке орай ол адамдардың жиналуға болмайтындығын ескере келе, біздер оның барлығын күнделікті кешкісін ауыз ашқаннан кейін Құраннан оқылынып, онлайн арқылы, YouTube арқылы, әлеуметтік желі, Instagram бар, тағы да басқа мүмкін телеарналар арқылы тағы да келісе жатармыз. Құран күнделікті оқылып, барлық берген пітірлерге бір уақытта дұғамызды жасап отырсақ деген сондай бір жоспарымыз да бар. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ бұл Рамазан айының банағы оразадағы кестесін қайдан ала аламыз? Бұрындары мешітте таратылатын еді. Қазіргі таңда кесте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан арнайы дайындалды. Бүгіндер бүкіл әлеуметтік желілерге жария етіп шығарылады. Сол жерден алынып, біз Атырауға тиісті кестемізді молынан шығарып, сол жаңа айтып өткенімізде супермаркеттерге де қоюды жоспарлап отырмыз. Және жәшіктер қай жерге қойылса, соның жанына келіп тегін алып кету жағдайында да қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар электронды түрінде де әлеуметтік желілер арқылы тарататын боламыз. Және де біздің мешіттің жанынан ашылған amin.kz деген сайтымыз бар, порталымыз бар. Осы сайтқа да арнайы қойылады, сол жерден де алуға болады. Жауабыңызға рахмет. Әлеуметтік желіден келген сұрақ бар екен. Сәлеметсіз бе? Егер бұйырса бір күні, яғни 1 май күні карантин бітсе, тарауих намазы мешіттерде оқыла ма? Әрине, бәріміздің арманымыз сол, барлық жамағат келіп, мешітімізді толтырып, әдеттегідей жылдағыдай баршамыз бірге мешітте оқып жатсақ, нұр үстіне нұр болады. Сондықтан да арнайы тиісті орындар, мекемелер
карантиннің тоқтаған жария қылып жатса, және де мешітке оқуға рұқсат беріп жатса, онда біз тарауықты мешіттің ішінде оқитын боламыз. Және жұма намазымызды да мешітте бұрынғыдай жалғасы табатын болады. Соны тілейміз, Алладан сұраймыз, сол күнге жеткізді Алла нәсіп етсін дейміз. Өйткені тарауық намазы жалпы сүннет муаккада, яғни бекітілген сүннет амалы болып саналады. Оны жамағатпен оқылудың сауабы өз алдына, еселеніп берілетіндігі өз алдына. Сондықтан әрине мешітте жамағатпен оқысақ, ол нұр үстіне нұр болады. Алайда қазіргі таңда айта кететін нәрсе, тарауық намазды барлығымыз мешітте оқылмағандықтан, мына төтенше жағдайға байланысты отбасымызда, үйімізде оқыған дұрыс болып саналады. Жауабыңызға рахмет. Неке қию рәсімі қалай өтуде? Бұрындары мешітте қидыратын еді, қазіргі ол рәсім қалай өтіп жатыр? Сол туралы толық айтып кетсеңіз. Неке әрине бұл да өмірге келген әрбір ерлі-зайыптың басын қосылып, Алланың алдында, өздерінің алдында, өздері бір-бірінің алдында ант етіп, некесі қиғызу, ол шариғатымызда бар нәрсе. Қазіргі таңда біз мешітті түбегейлі жауып қойымызға байланысты некеде қиылып жатқан жоқ. Яғни бұның барлығы кешіктіріліп отыр. Өйткені неке қиылатын болса, ол жерде адам жиналады. Адам жиналған жерде тағы да қауіп бар. Осы қауіптің алдын алу үшін, осы індеттің жайылып кетпеу үшін осындай мәселелерді кейінге шегеріп отырмыз. Жауабыңызға рахмет. Осы төтенше жағдай кезінде жаназа намаздары қалай өтуде? Жаназа намазы әрине кезек күттірмейтін нәрсе. Ол өмірден өткен адамды шариғат бойынша көп ұстауға болмайды. Ең басты шартта тезірек жаназасын шығарып, яғни тиісті жеріне апарып қою біздің басты парызымыз, міндетіміз болып саналады. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бұл жаназа намазының қалай осы төтенше жағдай кезінде шығарылатындығы, қалай ол іске асатындығы жөнінде пәтуа берген болатын. Сол пәтуаны негізге ала отырып, біздер қазір таңда шығарып жүрміз. Яғни ол жерде көп адамның жиналмауы, туған туыстардың ең ет жақын адамдардың ғана жиналуы, сол арқылы жаназа намазын шығарылуы және қабірге апарып қойылу керек деген. Осы көрсетілген шарттар бойынша қазіргі таңда жаназа намаз шығарылып жатыр. Алайда садақа мәселесі, 3-тігі, 7-сі, 40-ы, 100-і, жылы дегендер барлығы кейінге қалдырылып жатыр. Өйткені бұның барлығы да айналып келген кезде осы індеттің жайылып кетпеу үшін, осы қауіптің, осындай індеттің алдын алу мақсатында жасалып отырған шара деп айтуға болады. Және өйткені ол садақалар берілу жаназа намаз сияқты парыз емес. Сондықтан да солай кейінге қалдырылып отыр. Жауабыңызға рахмет. Бұрын сіздерде банағы тарауих намаз кезінде немесе басқа уақыттарда дәрістер жүргізілетін мешіттерде. Қазіргі таңда ол дәрістер қалай өткізіліп жатыр? Онлайн режимге көштіңіздер ме? Сол туралы толық ақпарат берсеңіз. Қалай болды? Дәрістер қалай өткізіліп жатыр? Жалпы онлайн дәрістер бүгінгі таңда мына төтенше жағдайға байланысты тоқтап қалған жоқ. Өзі кезегінде арнайы кестелер бекітілді. Сол кестелер бойынша дәрістер жүргізіліп жатыр. Мысалы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында отырған ұстаздарымыз, бас муфтиіміздің өзі онлайнда уағыздарын, дәрістерін жүргізіп жатыр. Мәселен, әр жұма күн сайын тікелей эфирде бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы халыққа уағызын айтады. Сонымен қатар сол жердегі басқа ұстаздарымыз да дәрісін жүргізіп жатыр. Біздің Атырау облысына келетін болсақ, Иманғали мешітінде арнайы кесте құрылған. Ол жерде ақида сабақтары, фиқ сабақтары, сонымен қатар пайғамбарымыздың өмірбаяны, саңлақ сахабалар және қазіргі таңда өзекті мәселелер, мынау отбасы мәселесі жөнінде де онлайн дәрістеріміз жүргізіле бастады.
және халықтың көкейтесті сұрақтарына да жауап беріліп отырады. Яғни аптаның 5 күнінде дәрісіміз тұрақты жүргізіліп жатыр. Сондықтан баршаларыңызға қазіргі таңда үйде отырған кезде сол дәрістерімізді тыңдау арқылы діни ақпараттар алуымызға болады. Біз Рамазан айында да оны жүйелі түрде өткізетін боламыз, оны тоқтатпаймыз, оны керісінше көбейтетін боламыз деген үлкен жоспарда отырмыз. Яғни Рамазандағы әртүрлі дәрістер өткізілетін болады. Рамазанға қатысты, оразаға қатысты әртүрлі халықта көкейтесті сұрақтар болуы мүмкін. Сол сұрақтарға да сол жерде жауап берілетін болады. Міне осылай біздің дәрістеріміз өте беретін болады, Алла қаласа. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін Бұл жерде тағы бір нәрсе айта кетсем, жалпы мына пітір садақаға байланысты жаңа 370 теңге деп айтып өттік. Бұл ең төменгі көрсеткіш. Яғни негізі пітір садақасы 100 мысалы 27 мың теңгесі бар адамға уәжіп болып саналады. Соны білуіміз керек. 127 мың теңгесі бар адам 370 теңге үйіндегі әрбір адамға жанға беріледі. Бұл оның бағасымен есептелген. Ал енді кімде-кім одан да жоғары садақа бергісі келсе, оған да шариғатта қарастырылған. Мәселен, мейіздің бағасын діни басқарманың шариғатының құптауы бойынша 3920 теңге әр отбасына беруге болады. Және сондай-ақ құрманың бағасымен де беруге болады. Ол құрманың бағасы қазіргі таңда жаппай базарларымызда 9400 теңге. Міне осылай 9400 теңге арқылы да әрбір отбасындағы әрбір жанға пітір садақамызды беруге де болады. Және тағы да бір қосымша айта кететін нәрсе, фидия садақа деген бар бізде. Мысалы, бір адам қатты ауру мүмкін, қарттығынан болып жүре алмай әлсіреу мүмкін, немесе жаңағы ораза ұстауға болмайды деп дәрігерлердің кейбір мәселеге байланысты ескертпесі болуы мүмкін. Осындай жандар фидия садақасын беруге болады. Фидия садақа дегеніміз, мысалы, кедей-кепшік, әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға берілетін садақа. Ол шариғат бойынша таңғы ас пен кешкі асы есептелінеді. Яғни тағы да біздер қазіргі таңдағы мынау асханалардағы бағамен өлшей келе діни басқармамыз күніне 1700 теңге фидия садақа беруге болады деп шешті. Яғни кімде-кім, тағы да қайталап өтетін болса, қарт адамдар болып, және ораза ұстауға мүлдем дәрігерлер болмайды деген жағдайда, мүлік шамасы жетіп тұрса, қаражаты бар болып тұрса, ол адам күнделікті 1700 теңге садақа ретінде беруге болады, немесе бір адамды тамақтандыруға болады. Міне осында да біз жеткізе кеткіміз келіп отыр. Және де көп адамдардың қазіргі таңда білуге тиісті нәрсенің бірі де бұл садақа бар, пітір садақа бар, фидия садақа бар, және де зекет бар, құрметті ағайын. Мынау көбінесе исі мұсылман баласы қасиетті Рамазан айында көбірек сауап алып қалуға тырысады, көбірек жақсылық жасап қалуға тырысады. Көптеген жаңа әлеуметтік жағдайы жоқ адамдарға қол ұшын созып қалуға тырысады. Және де қазіргі таңдағы бір айта кететін нәрсе, мешіттеріміз біздің мемлекеттік тарапынан, яғни қаржыландырылмайды. Тек қана халықтың осы жылында беретін пітір садақасы, зекеті, және де тұрақты келіп Құран оқыту арқылы беретін садақасы арқылы ғана тұрғанын білуіміз керек. Яғни ондағы коммуналдық услугасы бар, имамдардың жалақысы бар, барлық мәселе осы садақаға тіреледі. Сондықтан да кейбір адамдар осы Рамазан айында, яғни мал-мүлкі дүниесі қаражаты зекеттің мөлшеріне жеткен кезде зекеттерін беріп жатады. Оларға да айтатынымыз, биылғы діни басқарманың жалпы зекеттің құнын да есептеп шықты. 1.170.000 теңге бір жыл ешбір жаңағы жұмсалмай өзінде тұрақты тұрған болса, оның 2,5%, яғни кедей-кепшікке арнайы мешіттердің жанында ашылған зекет қорларына беруге болады. Міне осында ескерткіміз келеді. Алла тағала барша ниетімізді қабыл етсін.
Берген жауаптарыңызға рахмет. Бүгін алаңымызда төтенше жағдай кезіндегі Рамазан айына қатысты мәселелер туралы айтылған болатын. Алаңымызда қонақта болған Атырау облысы Иманғали орталық мешітінің бас имамы Алтынбек Отысханұлы. Осы тақырыпқа сәйкес тағы да Атырау тұрғындарына айтар, алып қосар сөзіңіз бар ма? Жалпы енді ең біріншіден мынау қазіргі таңда барлығымыз сындарлы уақытта отырмыз. Яғни өтпелі кетпелі бір Алла Тағаланың берген сынағын өткізіп жатырмыз басымыздан. Сондықтан ең әуелі баршаңызға сабырлық тілеймін. Қазақ халқы тарихына қарайтын болсақ, бұдан да қиын қыстау кездерін бастан өткізгенбіз. Ең бастысы бірлігіміз болса, бір-бірімізге деген шынайы бауырмашылдығымыз болса, қазіргі таңдағыдай көрсетіп жатқан бір-бірімізге қайырымдылығымыз болса, біз бұл қиыншылықты да жеңіп шығамыз деп айтқымыз келеді. Ең бастысы төтенше жағдай кезіндегі мемлекеттік тарапынан қойылған шарттарға, тәртіптерге бағына отырып, соны іске асыра отырып, мына жаңағы көрсетілген шариғи тұрғыдағы ескертпелердің барлығында да жадымызда сақтай отырып, біздер үйлерімізде құлшылығымызды ғибадатымызбен өткізетін болсақ, барлық жақсы күнге жетеміз деп айтқымыз келеді. Сондықтан үйде болсақ қане біз осы індеттің алдын қайтаратындығымызды қазір дәрігерлер айтып жатыр. Сондықтан мұның барлық өтпелі кетпелі екенін біліп, оразамызды үйде отбасымызбен ұстап, және тәрауихымызды үйде оқып, Құранымызды оқып, кітабымызды оқып, жан-жақты өзімізді жетілдіріп, осылай Рамазанымызды басқайдан өзгеше қып өткізейік дегіміз келеді. Алла разы болсын баршаңызға. Алла ниетімізді қабыл етсін. Тағы бір айта кететін нәрсе, жыл сайын адамдар осы Рамазан айы келсе ауыз аштырып, көптеген сауап алып қалуға тырысып жатады. Өйткені бір ауыз аштырған адам, сол ауыз аштырған адамның да сауабын алатындығы ол білет. Міне осындай жағдайда қазіргі таңда діни басқармада оны бізге үндеу ретінде айтты. Кімде-кімнің шама шарқы келсе, дүниесі болса, қаржаты болса, мынау әлеуметтік жағдай төмен отбасыларына ауызашар ретінде асханаларға заказ беру арқылы сол жерге ауыз аштыруға болады, үйлеріне, яғни тамақты жеткізу арқылы. Оған арнайы біздерде асханалар Алла қаласа жұмыс істеп, соны жеткізетінде ерікті жастарымыз бар екендігінде ескерткіміз келеді. Осындай сауапты істерді жасайық. Алла Тағала төрт көзіміз түгел аман есен Рамазанға жеткізіп, осы Рамазанды сауапты өте бір ерекше айғып өткізуімізді нәсіп етсін дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы тікелей эфирде өткен осымен баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Алтынбек Отысханұлы, алаңымызға келіп сұхбаттасқаныңыз үшін көп рахмет. Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар. Сіздерге рахмет.